Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі тұңғыш рет республика аумағында мемлекеттік қызметшілер арасында әскери жаттығу сайыстарын өткізді. Әкімшілік қызметкерлер таң сәресінен жаттығулар орындап, сынға түсті. Павлодар ауданы Мичурин ауылы маңында орналасқан әскери полигон мемлекеттік қызметшілер үшін сайыс алаңына айналды. Денелерін қыздырып, дайындықтарын пысықтап алған соң, тосқауыл жолағынан өтіп, автоматы жылдам бөлшектеп жинау сайысынан өтті. Одан кейін 100 және 1000 метрлікке жүгіру болды. Мамандар мұндай жарыстардың жиі ұйымдастырылуын қалайды. Ұйымдастырылып жатқан іс-шара бізге бір септік пайдасы тиеді деген ойдам. Өйткені біз мемлекеттік қызметкер ретінде әскери былайша айтқан кезде борышымызды елдің алдында өтеу кезінде өзімізге керекті бір тәжірибені аламыз деген үміттемін. Осы шара Павлодар облысына болады дегенге біз өте қуанышты болдық. Өйткені бұл шарадан патриоттық сезімді арттыруға, әскердегі жігіттердің жағдайы қалай екенін, соны білуге, қызметкерлер қалай өтеп жатқан отандық борышын. Енді осындай шара жиі болса жақсы болар еді, нұр үстіне нұр болар еді. Өйткені жұмыстан кішкене кабинетте отырғандықтан шаршайсың, жалғасын дегендей бір серпініп сергіп қалатындай. Осындай шаралар жиі болып тұрса жақсы болушы еді. Шарбақты ауданынан 5 адам болып келіп отырмыз осы жиынға. Әрқашанда осындай енді жиі ретінде ұйымдастырып отырса жақсы болар еді деп ойлаймын өзім. Өйткені себебі әр жаттығуға қатысқан кезде өзің есіңе түсіресің әскерде болғаныңда. Бұл жағынан қалай борыш атқарып жатқан балалардың, мысалы қазіргі борыш атқарып жатқан балалардың әскердегі солардың несін көріп қайттық, жағдайларын білуге дегендей. Енді басқа нетен жақсылық тілейміз қазіргі жасқа сарбаздарға. Мен өзім осыдан 7 жыл бұрын әскери борышымды өтеп келген болатын. Осы жаттығулардың бәрі сол әскери борышымды өтеп жатқан уақытта осы жаттығулардың бәрін орындаған болатынбыз. Бәрі еске түсіп жатыр. Өзім Май ауданы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының бас маманы болып қызмет атқарамын. Мемлекеттік қызметкерді білесіздер, көбінесе кабинетте өткіземіз жұмыс уақытымызды. Осындай шаралар көп болып тұрса жақсы болар еді. Тереңкөл ауданынан келдік қатысуға осы жиынға. Бірінші рет алғаш рет өткізіп отыр біздің ауданда, облыста бойынша. Енді өзіміз күшіміз сынап көрейік деп келдік. Тырысып жатырмыз. Нәтижесі көрсетеді ақырында. Тереңкөл ауданынан енді тізім бойынша 5 адам келдік. Бәрі мемлекеттік қызметшілеріміз. Борышымды өтедім кезінде. Қазіргі уақытта енді жұмыс істеп мемлекетке қызмет етеміз. Мемлекеттік қызметші жан-жақты білімді, жауапкершілігі мол және білікті маман болуы тиіс. Себебі ол халық қызметшісі. Қарапайым халықтың жоғын жоқтап, мәселесін шешуге тырысуы керек. Бір айта кететін жайт, біздің аймақ адал қорғаушы спорттық жиынын республика бойынша алғашқы болып қолдап отыр. Іс-шараның мақсаты туған елге деген сүйіспеншілікті арттыру, ұқыптылық пен жинақылыққа және әскери білімді шыңдау. Ең мықты деп таңылған аудан мемлекеттік қызмет істері департаменті тарапынан марапатқа ие болады. Мичурин ауылы маңындағы әскери алаңға облысымыздың әр ауданынан мемлекеттік қызметшілер келді. Олар кабинеттеріндегі жұмыстарын тастап, әскери жаттығулар орындады. Спорт ойындарына барлығы 12 ауданнан 65 адам қатысты. Бір айта кетерлігі, бұл спорттық жиын Павлодар қаласының нөмір 6679 әскери бөлімінің қолдауымен өтті. Бұл бөлім Павлодар қаласының түзету мекемелерін күзетеді. Онда 200-ден аса сарбаз отан алдында өз борыштарын өтеп жүр. Мен ойымша, тек қана мемлекет қызметкерлері емес, біздің Қазақстан Республикамыздың әр жастары, ер адамдары осындай әскери жиындарға жиналып тұру керек деп ойлаймын. Өйткені әр Қазақстан Республикасының азаматы бүгін болмасын, ертең болмасын, қай кезде болса да біз дайын болу керекпіз әскери жорыққа, әскери дайындыққа. Солай деп ойлаймын. Әзірге өз күштерін жақсы көрсетіп жатыр, дайындалып келген әскери мемлекет қызметкерлері. Жақсы қорытынды береді деп ойлаймын. Өңірімізде 3038 мемлекеттік қызметші бар. Оның ішінде саяси қызметте 7 адам. А корпусында 13, ал Б корпусында 3018 адам еңбек етеді. Мемлекет қызметіне жұмысқа тұру үшін мамандар арнайы емтиханнан өтеді. Өткен жылдан бастап бұл қызметке жұмысқа тұру үшін біраз өзгерістер енгізілді. Енді мамандар тест емтихан және заңды білумен қатар эссе жазып тапсырмаларды орындайды. Өйткені мемлекетке еңбек ететін маман білімді, екі тілді, яғни қазақ және орыс тілдері жетік меңгерген, өз қызметіне адал болуы керек. Бір
кісі сияқты түгелі қабылдап осы шараны түгелі жиналды мұнда келіп. Мемлекет қызметкерлері әртүрлі бөлім басшылары, жай жетекші мамандар, әкімнің орында, округтың әкімдерінің орынбасарлары да бар мұнда. Адал қорғаушы әскери оқу-жаттығу жиынның бір бөлігі полигонда өтсе, екінші бөлігі қаламыздың нөмір 6679 әскери бөлімінде болды. Онда мамандар сарбаздардың күнделікті өмір салтымен танысып, әскери техниканы көрді. Спорттық жиынның қорытындысы бойынша Май ауданы 1-ші орынды, Ақтоғай 2-ші, ал Баянауыл ауданы 3-ші орынды иеленді. Бүгінгі күні Павлодар облысында 551 мемлекеттік қызметші жетіспейді. Бұл туралы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінде өткен брифинг барысында белгілі болды. Павлодар облысы бойынша 551 адам жетіспейді. Соның ішінде Павлодар қаласы бойынша 49 адам, Екібастұз қаласы бойынша 24 адам, аудандардың арасында барлығы 154 адам жетіспейді. Оның ішінде Успен ауданы 31 адам жетіспейді. Аудандарда мемлекеттік қызметшілердің орташа жалақысы 50 мыңнан 70 мыңға дейін. Сонымен 2018 жылы мемлекеттік қызметшілердің басшы мемлекеттік қызметшілерге эссе жазуға тиіс. Республика бойынша мемлекеттік қызметте еңбек етіп жүрген адамдар саны 98.726. Олардың 92% жоғары білімді. Санақ бойынша басшылық тағына отыратын мамандар тапшы. 40% жетіспейді. Сондай-ақ облысымызда бірнеше басқармалардың қосылуына орай біраз кадрлық ауыс-түйістер болады деп күтілуде. Және де брифинг барысында белгілі болғандай, агенттік пилоттық жоба ретінде кішкентай балалары бар аналардың жұмыс уақытын өзгертпек. Қазірден бастап бізде аналарға арналған қолайлы график басталды. 8:30-нан 1-ге кейін обедтің уақыты біраз қысқартылды. 1,5 сағаттан 1-ге дейін, енді 2-ден бастап 5:30-ға шейін жұмыс уақыты аяқталады. Бір айта кетерлігі, үкіметтегілер келер жылдан бастап мемлекеттік қызметшілердің жалақысын көтеруді көздеп отыр.